8-ші сынып, қазақ тілі, 6-шы тақырып, Ахмет Байтұрсынұлы түзген қазақ жазуы. Бірінші тапсырма. Кестеде берілген ақпаратты мәтіннің кіріспе бөлімі ретінде алып, мәтінмен байланыстырып оқыңдар. Мәтіннің стилін анықтаңдар. 1929 жылға дейін араб жазуы және Ахмет Байтұрсынұлының төте жазуы. 1929-1940 жылдар аралығында латын графикасына негізделген қазақ жазуы. 1940 жылдан қазірге дейін орыс графикасына негізделген қазақ жазуы. 20 ғасырдың 10 жылдарына дейін қазақтың өз жазуы болмаған еді. Өзге көршілес түркі халықтары сияқты қазақтар да араб таңбаларын қолданып келді. Араб әліпбиі қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне сай келмейтіндігін, бұл таңбалармен қазақ сөздерін дұрыс, сауатты жазуға мүмкіндіктің аздығын, оқыту ісінде келтіретін қиындығын анық байқаған қазақ зиялылары ана тіліміздің өз жазуын жасау керектігін сөз ете бастайды. Әлеуметтік пікірлерге Айқап журналы мен Қазақ газеті де үн қосып мақалалар жариялайды. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ мектептерін ашып оқытуды қазақ тілінде жүргізу үшін ең алдымен ұлттық жазуы әліпбиі болу қажет деп білді. Ғалым өз жобасын ұсынып, оған қазақ жазуы деген айдар тақты. Бұл әліпбидің негізгі араб таңбалары болғанымен қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне сәйкестендіріліп жаңаша түзілген. Қазақ тілінде жоқ дыбыстардың таңбалары шығарылып тасталған. Араб әліпбиінде жоқ кейбір таңбалар қосылған, мүлде жаңа әліпби болды. 1912 жылдан бастап қолданыла бастаған әліпбиді қазақ жұртшылығы, әсіресе мұғалімдер қауымы еш талассыз бірден қабылдап іс жүзінде қолданды. Қазақ жазуы Қазақстанда 17-18 жылдай жақсы қолданылып, енді тұрақтай бастағанда күшпен тарих сахнасынан түскенімен мүлде құрдымға кеткен жоқ. Бұл жазумен қалдырылған мол мұра қазіргі мәдениетімізге де орасан зор қызмет етіп отыр. Қытайдағы, Иран мен Ауғанстандағы қандастарымыз күні бүгінге дейін Байтұрсынұлы жазуын қолданып отыр. Рабиға Сыздық. Мәтінді түсініп алсақ, сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ. Қазақ жазуының бастау арнасы қай жазу болып саналады? Қалай ойлайсыздар? Бүгінгі тақырыбымызбен өтіп жатқан бөліміміздің арасында қандай байланыс бар? Осы сұраққа жауап беру үшін соны ойланып көріңіздер. Екінші сұрақ. Жазу, графика, әліпби ұғымдардың арасында қандай байланыс бар? Жазу дегеніміз не, графика дегеніміз не, әліпби дегеніміз не? Бұлардың ұқсастығы мен қандай айырмашылықтары бар? Үшінші тапсырма. Қосарланған күрделі атаулардың жазылуына 5-6 мысал келтіріңдер. Қосарланған күрделі атаулар дегеніміз қос сөз түрінде берілген күрделі атаулар, яғни жалғыз есімдер. Жалпы қос сөзді екіге бөліп қарастырылады. Қосарланған қос сөз және қайталама қос сөз. Қосарланған қос сөз дегеніміз қос сөздердің сыңары екі түрлі сөз болады. Ал осылардың ішінде күрделі атаулар болып тұрған сөздер және олардың бас әріппен жазылатын жағдайын қарастырамыз. Бірінші. Девиз арқылы жазылатын екі сөзден құралған фамилиялардың екеуі де бас әріптен басталып жазылады. Мысалы, Ван Дейк, Семенов, Тяншанский, тағы да басқалары. Екінші. Орыс тілі арқылы енген географиялық атаулар, жалғыз есімдер орыс тіліндегі түрінде жазылады. Мысалы, Орехово-Зуево, Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро, Куала-Лумпур, тағы да басқалары. Үшінші. Орыс және шетел қалалары, көшелерінің, алаңдарының, тағы да басқа аттары орыс тіліндегі түрінде, бірақ орыс тіліндегі сын есім көрсеткішінше жазылады. Мысалы, Садово, Кудринск көшесі, Уолл-стрит, Гайд-парк, тағы да басқалары. Үшінші тапсырмада осы үлгілерге тағы да мысалдар келтіресіздер. Мына жерде сіздерге қосымша ақпарат берген, оны қазір төмендегі тапсырманы орындаған кезде пайдаланатын боласыздар. Ахметтің жаңа алфавиті мен жаңа әліппесі біздің мәдени өркендеуімізге зор пайдасын тигізген құбылыс еді.
Жаңа алфавиттің тілдің таза сақталуына мүмкіндік туғызды. Әлемдік мәдениетпен араластырды. Телжан Шонанов. Араб әріптерінің өзгергені рас. Олардың 14-і ғана бұрынғыша болса, өзге ойдан шыққандары жұртқа жат болуы керек қой. Ойдан шығарылған әріптерді жұртқа үйретіп, оқытып жату керек еді ғой. Ондай нәрсе болды ма? Болған жоқ. Ендеше бұны өзгертушінің шеберлігі деп біліңдер. Міржақов Дулатов. 4-ші тапсырма. Төменде берілген сөздерді Ахмет Байтұрсынұлы ұсынған әліпбимен жазып көшіріңдер. Төте жазудың өзіндік ерекшелігі туралы 4 сөйлем, пікір, дәлел, мысал, қорытынды жазыңдар. Сіздерге кесте берілген. Кестеде 1912 және 1927 жылы шыққан алфавиттің негізгі таңбалары берілген және олардың латынша, кириллше және айтылуы көрсетілген. Мұнда электронды оқулықта бұлдырап көрсетіптір. Ал сіздерде өздеріңіздің қолдарыңыздағы оқулықта анық көрінген. Осы негізде осы сөздердің біреуін таңдап жазып көріңіздер. Және бұл жазудың өзіндік ерекшеліктерін де жазсаңыздар болады. Мысалы, А, Ә дыбыстарының ұқсас жазылуы, немесе С мен Ш дыбыс таңбаларының ұқсастығын қарасаңыздар болады. Сонымен қатар К, Г секілді О, Ö, О деген дыбыстардың да өте қатты ұқсас жазылу ережелері бар. Соны жазсаңыздар да болады. 5-ші тапсырма. Мәтінді мұқият оқып, бүгінгі сабақтан ойларыңды қорытындылап, бұрын қолданылған араб жазуын Ахмет Байтұрсынұлы не үшін реформалады деген сұрақ бойынша эссе жазыңдар. Сөз саны 80-100 сөз. Осы күнгі жұрттардың бәрі де өзі шығарған әліпбиін тұтынып отырған жоқ. Бәрінікі де өзгеден алған әліпби. Европа жұртының тұтынған әліпбиінің түбі көне семит әліпбиі. Көне семей әліпбиін өз тіліне үйлестіріп финикия жұрты алған. Онан гректен латын, Европа жұрты алған. Түрік әліпбиінің түбі де көне семит әліпбиі. Олардан куфалықтардан араб өз тіліне үйлестіріп алған. Арабтан Иран, түрік, басқа да мұсылмандар алған. Солардың қай-қайсысы да бірінің әліпбиін бір алғанда тұрған қалпында алмаған. Өз тілдерінің дыбыстарына қарай өзгеріс кіргізіп алған. Тіліне әліпбидің артығы болса да алып тастаған. Кемтігі болса әріп қосып толықтырған. Ахмет Байтұрсынұлы. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.